Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда оң терісті қалай тоқу керек екен, соны үйренетін боламыз. Міне оңды тоқитын боламыз қазір. Бірінші жіпті тоқымай түсіріп аламыз. Екінші жіпті былай оң жақтағы спицияны кіргізіп, сол жақтағы жіпті тартып іліп аламыз. Мына видеода көрсеткендей жіпті былай іліп аламыз. Бұл тоқыманың үлгісі оң деп аталады. Осы оң мен терісті үйреніп алсаңыздар болды. Неше түрлі заттарды тоқи беруге болады мастер-класстарға қарап. Оңды тоқып алдық, енді тоқымамызды аударамыз да. Терісті қалай тоқу керегін қазір көрсететін боламын. Мына жібіміз енді алдыңғы жақта болады. Қазір міне видеода көрсеткендей бірінші жіпті тоқымай түсіріп аламыз. Ал мына жұмыспен тоқып отырған жібіміз алдыңғы жағында тұрады. Видеода көрсеткендей спицияға іліп отырамыз. Бұл тоқыма үлгісі теріс деп аталады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ал және де қазақ каналын қолдап, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.